Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен итальян халқының 12 қасық деп аталатын бәлішінің рецептімен бөлісемін. Бізге қажет болатын ингредиенттер: 1 шымшым тұз, ванилин, жұмыртқа, 12 ас қасық сүт, ұн, қант, өсімдік майы және ұн қопсытқыш. Таза ыдысымызға бөлме температурасындағы жұмыртқамызды саламыз. Үстіне 1 шымшым тұзымызды қосып, миксермен көпіргенше араластырамыз. Осындай көпіршіктер пайда болған кезде қантымызды қосып, массамыз ағарғанша миксермен араластырамыз. Массамыз 2 есе осылай ұлғаюы тиіс. Енді өсімдік майын, яғни сұйық майымызды қосамыз. Сосын сүтімізді қосамыз. Сүтіміз тоңазытқыштағы емес, міндетті түрде бөлме температурасында болуы тиіс. Жай жылдамдықта миксермен араластырамыз. Ванилинімізді қосамыз. Және ұн, сосын ұн қопсытқышымызды қосамыз. Миксердің жай жылдамдығында араластырамыз.
Қамырымыз дайын болды. Осындай сұйық болады. Енді формамыз дайындап аламыз. Формамның астына мен пергамент қағазын төседім. Формамның диаметрі 22 см. Сұйық қамырымызды формамызға құямыз. Алдын ала қыздырылған пеште 180 градуста шамамен 30-35 минутта пісіріп аламыз. Бәлішімізді осылай ағаш таяқшамен піскен-піспегендігін тексеріп аламыз. Піскен бәлішімізді толықтай суытамыз. Толық суығаннан соң ғана формадан осылай босатамыз. Бетіне қант ұнтағын себеміз. Сеппесеңіздер де болады, барлығы өз қалауыңызша. Осымен өте оңай жасалатын және жұмсақ, дәмді, таразыны қажет етпейтін бәлішіміз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео рецепт ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Сіздермен болған Әсел, келесі видеода кездескенше.